Саламатсыздар ма, оқушылар? Біз қазақ әдебиетінен Нұрдәулет Ақыштың «Нағыз әже қайда» әңгімесінің екінші сағатын өткелі отырмыз. Оқу мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Бағалау критерийлері: оқушылар шығармадан алынған үзінділердің мазмұнын ұғады. Автордың үзінділерде осы сөйлемдерді қолдану мақсатын түсінеді. Үзінділер арқылы шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтайды. Алдымен біз мәтіннен алынған үзінділерді тыңдайық. Әже, сендер сияқты балалардың мамалары мен папаларын өсірген кісі. Өзі мейірімді де ақылды адам. Ешкімге ешқашан ұрыспайды. Ұрса қалса, орнымен, теріс қылығыңа өзің ұялатындай етіп ұрсады. Үні де, көзқарасы да, қолы да жұмсақ. Жұрттың бәрімен «қарағым», «айналайын» деп жылы сөйлесетін иман жүзді қария. Өзі ылғи шаруа істеп, күйбеңдейді де жүреді. Тіпті ештеңе істемеген күннің өзінде ұршық иіріп отырады. Ал енді екінші үзіндіні тыңдайық. Әже үстіне камзол, басына кимешек, шылауыш киеді. Енді осы екі үзіндіні тыңдап болған болсақ, мақсатын тап әдісі бойынша тапсырма орындаймыз. Бұл үзінділерде кім туралы айтылған? Автор шығармада осы үзінділерді не үшін қолданып отыр деп ойлайсың? Орындауға сендерге 3 минут уақыт беріледі. Иә, рахмет. Сендер тапсырманы ойдағыдай орындадыңдар деп ойлаймын. Ендеше келесі тапсырма. Екінші тапсырмамыз Вен диаграммасы деп аталады. Аяның әкесі Азаттың суреттеуіндегі әжемен жолдастың анасының айырмашылығымен ұқсастығын жазу. Яғни Вен диаграммасының бірінші шеңберіне Аяның әкесі Азаттың суреттеуіндегі әжені, ал екінші шеңберіне жолдастың елден қыдырып келген анасының суретін, бейнесін жазамыз. Ал екі шеңбердің ортасына әжелердің ұқсастығын жазамыз. Бұл тапсырманы орындауға сендерге 4 минут уақыт беріледі. Ал балалар, мен сендерді осы тапсырманы жақсы орындап шықты ғой деп ойлаймын. Ендеше үшінші тапсырма артқа оралу әдісі деп аталады. Автордың қиялдағы әже мен шынайы әжені екі түрлі суреттеуінің әңгіме тақырыбына байланысы бар ма? Неге әңгіме нағыз әже қайда деп аталған? Аяның папа, шынында ол әже емес шығар деген тұжырымға келу себебі не? Автор осы әңгіме арқылы оқырманға не айтқысы келді? Яғни идеясы не? Міне балалар, осы сабақ бойында сендерге осындай 3 тапсырма орындау берілді. Үшінші тапсырманы орындауға 5 минут уақыт беріледі. Бірінші сабақта біз мазмұнмен толық таныстық. Шығармаға композициялық талдау жасадық. Ендеше сендерге бұл тапсырмаларды орындау қиын болмайды деп ойлаймын. Ал енді осы тапсырмаларды орындау барысында мені ойландырған тапсырма, маған жеңіл болған тапсырма, тапсырма барысында түсінгенім, менің түсіне алмағаным деп аталатын сұрақтарға жауап беру арқылы кері байланыс жасаймыз. Тапсырмаларды орындап, кері байланысты толтырып, WhatsApp желісі арқылы жіберуіңіз сұралады. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.